Мә, сәкен кәдімгі бірдеңе қарап тұр ма? Оқып тұр ма? Нені істеп тұр екен? Сәкен не қарап тұрсың мына жерде? Не қарап тұрсың дейді, олимпиада қарық қылмағаннан кейін сасқанымыздан көшеде қағаздар қарап кетті. Ойбай. Не, нормально болып отыр ғой, неге ол теннис жақсы ойнады, көрдіңіз ба? Үшінші орын таласа ойнап отыр бұйырса. Соны айтамыз, ана боксты қарадық қой, өзіміз сеніп қарайтынымыз бокс қой енді. Бокстан ешкім ештеңе алмағаннан кейін сасқанымызда теннис қарап кеттік, өмірі қарамаған спортты қарап кеттік қой. Сет дейтіндер ойнап алдық үшін. Ойбай, қайда мына қазақтың қарапайым сары қызы Елена Қарахмет әйтеуір үшінші орынға таласады дей ма? Иә, үшінші орынға таласайын деп жатыр бұйырса. Бүгін біздің ана боксшы балдарды көрдің ба? Иә, екеуі де нормально бокс істеп риза болдым. Міне енді естерін жейді. Ана біздің боксшыларда Ван Дамның киносы сияқты басында таяқ жеп соңында ұтып жатыр ма бірдеме? Ойбай. Көңіліңізде шығып жатыр ма әйтеуір? Кәдімгідей риза болып қалдым. Балалар енді жеңісін алтын алып келсін дейміз. Сеніп отқан солар ғой. Ата бәрі қол алып жатыр. Ана қол алып жатқандар ойлайтын сияқты, ана үшінші орын алғанда өткенде Елдосқа ағалар мәше подарить етті ғой. Үшінші орын алғандардың бәріне подарить етіп отыр ойлап жүрген жоқ па екенсіз? Ойбай, алтын алып келсе үй береді деп айту керек оларға. Ай алла. Қосын не болса да аман болсын. Мен ойлаймын, ана боксты қарап отырып біздің ауылда небір мықты балдар бар ғой, талантты боксшылар. Солар неге жібермейді екен? Әлде олар ұрса өлтіріп қояды деп қорқам екен? Негізі олимпиадаға жіберсе ана менің құрдасым жүрмей Қоян Серікті. Қоян Серік дейсіз? Иә, Қоян Серік. 11 баласы бар ана, Қоян Серік дейміз осы уақытша. Еще біз жалғастырамыз деп тұр ғой. Ойбай. Жалғастырамыз, қазақтың саны көбейіп отыр ғой әйтеуір. Просто аман болсын әйтеуір. Боксшыларымыз аман есен келсін елге ше. Сен неғып үшін ұржыңда бармайсың ба олимпиадаға? Олимпиадаға? Мен не деп барамын? Мен вообще хабарым жоқ ешқандай спорттан. Сол барып жатырғандардың да хабар көп емес ау сол спорттан. Кетші аржан ой бар сен. Сәке қатты айтпай жазбай ба? Кетейін, осындай еді ғой ше. Давай.